1, 2, 3. Йоо! Эппеди эмоция табын келсе до конца. Шыны керек, последнее время ерте тұра алмайшым. Но бүгін сол измена болды өзімнің күндеріме, бұрынғы күндеріме. То есть алдыңғы апта мен режим полностью құртылдым. Енді осы апта режим дұрыстап аламын деп планда. Сол бүгін вроде нормально тұрдым. Есі отсыда. Дала салқындау екен, но нормально. Жалпы дала где-то бір -1 деп тұрды, жаңа -2, -3 дегендей примерно максимально. Сол нормально вроде, қатты салқын емес и қатты ыстық та емес. Қатты ауыр кетті, ыстық емес. Қандай қыздырып жүгіріп алу керек. Мен ада жалпы мен көптен бері жүгіре алмай жүрмін. И жалпы бір мен уверенмін, что мен жүгіре алмай, ұйықтай алмай жүргенім себептердің ішінде бұл ең главный себебі мен аз подвижность. То есть мен аз қозғаламын и тренировка көзде аз жасаймын. Жалпы ұйықтай алмаймын соңғы кесірден дегенде, нәрсе бессонница. Өткен энергия тасып батады дегенде. Себептері ол өзім сол үшін емес, в принципе опыт дайындап жүрген соң сондай болады. Жалпы көбірек бастары тұсту керек, жүгір жүріп энергиялық құтып. Жалпы мен бүгін наушникпен жүгірдім. Наушниксіз кешірім сұраймын. Не үшін? Өйткені мен Азамат Скаковтың бір видеосын көрдім. Сода жалпы музыканың күнге қалай әсер етеді. Мен соған қандай впечатление алып қойдым. Азамат Скаков, рахмет. Ладно, жалпы сол үшін музыка шығып не үшін күліп атқан білгенсіз, достар. Давайте. Достар, мен турник келдім. Как көрейік, не істеп екен көптеген күндер бұрын. Асан жария көм қалай екен. Кеттік ал. Осылай көрінеді қандай адамдар. Осы неге қайтып жүгірмей ма деп па? Нормально, күшті. Коммент етіп тұрып отырса болдық. Сағындырушы тема. Тема алыптым жалпы. Апартайын дайындап алмашым. Ас болсын. Мен, в общем, осындай атарайым. Типа американская жизнь балай. Өмірлер керім көрдейші, андай даланың арында шкафтен всегда бір мезгіл жаз, тамақтарын қараңдар, школада. Еще олар депрессия ма? Кстати, мен жалпы бүгін өзім план айтқан жоқпын. Жалпы план жазып қойдым банктәрден тұрып алып. Бүгін бұйырса 5:35-те тұрамын дедім. Алла бұйырса дедім. Сосын 5-те тұрдым. Содан кейін жалпы уход за собой. Это базовый типа дышу дегенде или битшу деген қытай болса да қытай жуған ке көрініп тұр бетінен. Ладно. Учеба и саморазвитие болған. Тамда тұрып мысалы. Подкаст көрім мысалы. Если бізде химия, органика, альдегидтердің кетондарды, карбон қышқылдарды бір қайталап жүру, тамда тұрып алып сол қайталадым. Енді бұйырса кросс дедім. Содан кейін өткен тамда тұрып алып мен салқын болды тағы сәл. Егер біртандай қорқыныштығы көрінді. И такой, мен ойландым, если маған бүгін желание қатты болмаса, желание болмаса емес, қайтып далда құттай жылынса, нәші күтемін. Сол кезде -4 болды тағы тамда тұрғанда 5-те.
и қазір уже мына рассвет байытқанша құттай өскенше ойбай құттай уақыт өткенге шейін плюс 1 градусқа көтеріп тұрған байланысты мен давай кеттім. Все-таки 1 градус дегендей айттым ғой деген өзім. Келесі таңертең протеин тренинг деген бұдан тренировка істеймін. Ана жерде тренировка жасауын құттай прям отжимания, турник, брусья. Да, база. Андай көп жүрген жоқпын анда. Келесі протеин. И, кстати, мен тастап кеттім перчатка қолымнан, поэтому қолым ісіп қалды. Келесі протеин. Протеин іштім. Протеин жалпы мен қойып кеткен сессиясын ішіп, но қайтып басталатын. Осы бүгін. Жалпы просто алдыңғы аптам вообще андай тек қана сабақпен болды. Сабақпен и бір Новый год дегендей басталып кетті. Екінші сессия учеба. И бізде бағанағы видеоны қарадым. Өзім қытай істедім. Мотивация көтерді. Салқын душ еще плюс болды. Салқын душ, не забываем. Салқын душтың плюстер көп. Бұл итек білесіңдер. Мен айтпасам да білетін. Жалпы сосын келсем завтрак, MC конспект қайталау, полностью конспект жазу емес, қайталау, сосын химиядан қайталау, майдан амин қышқылға дейін, то есть майдан кейсі 3-ші аптадан 4-ші аптаға дейін до конца қайталау, сосын пробный тапсыру. Бүгін пробный тапсыру, достар, пробный тапсырамыз бүгін. Демалу, то есть сериал қарап, но при этом типа мен бірінші тип жазып қойдым. Но при этом одан бұрын мен жалпы пробныйдан қателіктерімді жазып алдым. Продуктивно емес көрінуі мүмкін, но пройди продуктивно. Как раз 5 январь пробный деген, сол 5 январь пробный өтті. И мына жерде жалпы шпаргалка емес, мына жерде жалпы қайталау үшін көбісін уже қайталап түсініп жаттап алдым остаттарды. И осыған дейін ана осыны жаздым, таңда тұрып, инаны жаздым. Чтобы жаттап қарап үшін, жаттап үшін. И Қасымханның заңдар жинағы, то есть олар санмен кетті дейді. Кстати, мен өзім видео салған жоқпын. Таңда тұрған, типа осылай. И так белгілі сияқты, адам қалай тұратынын, типа әрең тұрғанын, сосын бетонын шайғанын. Андай, ол уже андай сыймайды сияқты рамка, типа оригинальность. Өткен сен телефон қоясың, типа сен уже таңда тұрған емессің, жалпы просто видео телефон қоясың, и ана жерде снимать етесің қалай тұрған, типа тұрған. И мен ойымша это чуть-чуть не красиво. Не красиво дегенде шынайы емес. Кстати, мен жалпы жазбайтын соған пландардың ішіне Telegram мен Instagram жүргізу. То есть олар жүргізуім керек. И пост салып, немесе история салу, ол база. Но бірақ та мен барынша телефон түсініпсем, чтобы фокус болу үшін. Қазір мен Telegramға, Instagramға пост салып өттім. В общем, мен жылқы еттім. Молодец. Молодец. Жолдас. Сөзім бер. Үміс, хит қойып кетсін. Әне. Секретесі. Не секретесі? Бағадай бер, сөйтіп секірмейді ме? Бейт бәтқанда. Жолдас. Саған не жоқ? Әне. Ой! Шыны керек, бана ұйықтап қалдым. В общем, бана 9-да мен сәл пәләнде болып қалдым. Бір сөзбен пәл болып қалдым да, інімді роза қойып беттім. Інімді розамды өзіне ұйықтап қалдым ғой. Почти 40 минут бір айдың тақырыбын не снау. 2 аптаның тақырыбын қайталадым. Жалпы күшті қайталадым. Прям қайтып есіме түсіріп, оның есептерін қайтып шығарып өзімше. Но жаман уақыт өткен. Ойымша, андай болшы, бір ай тақырыбын мен и 85 минут ішінде айталып sayын. Но олай болмай қалыпты. Қазір мен демалайын өтім. 5 минуттайын, бір шығып қойым, демалып шығып қойым. Сол, и қазір органика қайталайым. Жоқ, MC берем, және органика. Йоу, достар. Жалпы мен енді пробный тапсырайын өттім. То есть мен жаңағына бәрін бітірдім. Органика қайталадым. MC қайталадым, бірақ та бірінші ай мен екінші ай алып да. Органика именно полностью майларды, примерно жаттадым, реакцияларды, спирттер, күрделі эфирлер, соларды және де
биология уақыт арнаған жоқпын, база жоқ уақыт арнаған жоқпын, биология жалпы уақытқа арнау болатын еді. Өйткені қазір промдастырмасам 4 сағат қой промдастыру, соған байланысты тапсыруға дайындалып жатыр. Оның орнында қазір мен не істейтін, промдастыратын. Көрейік, қандай шамадамын дегендей. Мен қазір сағат қалай етті? Ладно, қазір сағат 7:49. Қазір мен енді математикалық бітірдім. То есть мен оқу сауатын бітірдім, тарихты бітірдім тоже. Мен түсінгенім, мен тарихты қайталауым керекпін. Ё-мо-ё, прям ұятшы анау. Жоқ, андай басылтында, но не уверенность дейміз да. Уверенностьпен емес, прям оңай сұрақтар, прям по идее оп-оңай. Осы недавно өткен тақырыпты ұмытып қалыптырмын ғой. Бұйырса соналардың бәрін қайталау керек, достар, қайталау керек. Соны қоймасын айтайын, қайталап жатталу керек. Білмеймін енді қалай істеу керек екенін. Ужас, конечно. Білмей алмаймын. В общем, айтатыным бір сөзбен қайталайтын зат обязательно тарих, биология, ЖБ, история, химия. Не химия. Химия қайталау керек, да. Но қайталауатын уже усердно, молодец. Хотя бы химияны жақсы қайталауатын, шүкір жүректен. Енді бұйырса химияды жақсы бала алсам, всегда химиядан 31-32 алатын едім. Енді көреміз бүгін қанша алатынымды. И плюс максимальный балл бұйырса көрсетемін, қанша алғанымды химиядан точно ұмытып қалдым. Рекорд будет, если бүгін жақсы алсам. Обязательно биология қайталау керек. Үш пәнді тапсыру керек, осы бір аптаның ішінде. Бір аптаның ішінде базар сөз берейін. Алла бұйырса, математика қайталайын бұйырса. Тарихты тоже қайталайын. Ал биология сәл проблема өйткені тақырып прям вау. Ладно, 8-ді уже жетіден қайталадым. Но қайталам деймін, просто қайталам жоқ, соталап бүйтіп қайталамасам. 8-ді байырлай, енді 9-ды қайталау керек. Тәтті. Бұйырса енді тоже алда уақытта бұйырса. Өйткені тақырып тоже қайталдым, өйткені бір оңдырды, соларды қайталау керек. Қайталаймыз достар. Достар, енді ана промны бітірдім. Бітірдім дегенде ендікі басайын деп жатырмын, осында есеп шығарып. Осы жаңа ғана 2 бет, почти 2, неше? Мына 4 бет, и плюс 1 бет тағы есеп шығардым, плюс MC басқа да логикалық заттар болады. Соның бәрін шығардым. В принципе, керемет, прям ұнап тұр, прям тапсырған. Бірақ та сәл-пәл аналар ше, өтпеген тақырыптар прям есіме түсіп айтып кеткен тарихтан. И айтатын самый хороший, наверное, да, химиядан жақсы болуы мүмкін. Бір, өйткені химиядан келген сұрақта органиканың бәрін қайталаған едім. Органика үш почти жаттадым. Соған байланысты органика жақсы болуы мүмкінім. Келесі, бірақ та органиканың бүгін карбон қышқылдар өтем деп жатқан да, карбон қышқылдар тақырыбына өтпей қалғанмын. Өтем деп жатқанда өтпей қалғанмын. Бір сөзбен, сол келді маған. Контекстте қойшы, ё-моё, ұятай. Ана жерде шығара алмай қалдым ғой кейбір есептерді, но шығардым. Ең соңында бәрін шығардым. Еске түсіріп әрең дегенде примерно. Енді сол қазір ең қиын есеп шығаратын. Осы жердегі жалпы отон ең соңында береді осындай. Осы есеп тазарып болғаннан кейін ми ішеді ғой, сол жауап бере алмаймын ғой. Так, көрейік ал реакцияны. Так, бисмилля. Үш дедім ал. 1, 2, 3. Йооо! Ема! Күшті! 118 балл. Керемет көрсеткіш. Ұнап тұр қатты. Тарих енді қарамақ қойыңдар. Тарих жақсы пай, шүкір. Бұрынғыша қалыпты тұр, но бана айткен қайталайтын заттар керек. Оқу сауаттылық 10. Соған бірақ удивительный тұрмын. Білмеймін не үшін 9 математика сауаттылық. Чо за... Химия 43, достар, 43. Биология 39. Қазір оған байланысты қатеме жұмыс өткіземін әрине. Бірақ та 43 химия. Бауырым бұл не? Бауырым Абайла болып тұр. Онда жерде химия 30-43. Менің жалпы... Ё-ма-ё! Керемет. 118 балл. Өте жақсы балл жалпы. Қазір оны ағайға жіберем, бұйырса бәрі кураторға жіберем. Өте керемет балл. Өйткені мен шыны керек дайындаған жоқпын тарихтан қазір қайталау керек, сол тақырыптарды қайталған. Иә. Оқу сауаттылық ұнап болды. Күшті соғысында темірі. Математика сауаттылық енді соңғысы кетіп қалады қате, ал қалғандары бәрі дұрыс дейді. Тема. Биология.
содан регрессия күткен шығар, но бірақ содан жалпы көтерсем 120 достар, 120, почти 120 балл, 120 балл. Андай не передать словами, достар. Керемет, еңбектер ақталып отыр, шүкір Аллаға біліп. Не передать словами. Химиядан особенно, химиядан, ё-моё, қарайыншы. Плюс, ё-моё, контексттен қарайыншы. Контекст бізде бәрі дұрыс, достар. Контексттен бәрі дұрыс. Чё там, қарындас, ба? Так, и бізде сәйкестендіруде ең бірінші бастаған. Сәйкестендіру бірінші сынып дұрыс, екінші сынып дұрыс, сол керемет! Ё-моё, достар. Жақсы. Осы безумный нотадан біздің жалпы влогымызды, бір күндік влогымызды тоқтатуға шығар деп ойлаймын. Сендерге бар күші ұнады деп ойлаймын. Өзімнің қатты ұнады осы күн. Керемет өтті. Бұйырса енді қаңтар бітіп жатыр. Соған байланысты сендерге сәттілік тілеймін. Бұйырса өзім қалаған балдарын жинаңдар, Алла бұйырса. И бұйырса өзімді де барынша көтеруге тырысамын осы балымды. Ал достар, рахмет бәріне кірген жандарға. Бай-бай.